Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымызда осындай дәмді балық қуыратын боламыз. Керекті жерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Менде осындай судак балығы, ішін сыртын тазалап алдым. Және осындай бірін осылай жалпақ етіп ортасынан бөліп алдым. Ал екінші түрін жіңішке етіп турап алдым. Бұл турауы өз еркілеріңіз қалай ыңғайлы болады, солай турап дайындап алсаңыздар болады. Балықты толықтай өстіп турап дайындап алғаннан кейін жеке-жеке осылай тұз себетін боламыз дәміне қарай. Енді осының үстіне қара бұрыш себетін боламыз. Қара бұрыш сепкеннен кейін қолымызбен осылай араластырамыз. Бұрышы толықтай барлық жеріне сіңетіндей етіп, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді бір кесе ұнымызға бір шай қасық паприканы салып, осылай ұнмен бірге араластырып дайындап қоятын боламыз. Осы дайындап алған ұнның үстіне балықтарымызды алдын ала өстіп, аунатып, тақтайға өстіп қойып қоятын боламыз. Барлығын аунатып дайындап аламыз. Құрметті көрермен, егер де менің каналымда дамуына үлес қосқыңыз келсе, подписаться батырмасы арқылы өзіңізге тіркеп алыңыз. Және осы видео ұнаған болса, поделиться батырмасы арқылы, WhatsApp желісі арқылы өз таныстарыңызбен видеоны бөліссеңіздер болады. Енді осы балықтарымызды қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Балықтарымыз өте дәмді шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі әрі дәмді болды. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.